Киноға сұрақ қоя кетсем, өзі туралы бір кішігірім маған айтып өтсе, қай қаладан, отбасы жайлы мен толық білмейтін едім, соны біліп өтсем деген. Мен негізінде Ақтөбе қаласынанмын, туған жерім Ақтөбе қаласынан, бірақ Алматыда тұрып жатқаныма ұзақ уақыт болды, 17 жылдай. Жасым 25-те, семьяда, отбасымызда 5 адамбыз, әке шешеммен бірге. Мен үлкенімін, қарындасым, інім бар. Руым Әлім, кіші жүз. Сіздің руыңыз қандай? Мен Қоңыраттың ішінде Саңғомын. Керемет. Неге қызығасыз? Тауда серуендеу, кино көру, немесе саяхаттау, хобби дейміз ғой, былай деген. Мен негізі ән айтқан жақсы көремін. Тамаша. Көбінесе музыкалық жағына қызығамын деп айта аламын. Сізде де аяңда қателеспесем ән айтатын қыздарды жақсы көре ме, әлде өзіңіз ән айтатын беңіз? Өзім де кішігірім ән айтам, иә? Қойыңызшы. Иә, кішігірім айтам. Кішігірім дегенде қалай қысқартып айтасыз ба, әлде былай Жай айтам, арасында айтып тұратыным бар. Караокеге барып деген сияқты. Иә, керемет. Тағы ән айтудан басқа жаңағыдай сурет салу деген сияқты нәрселерге қызығасыз ба, немесе шетелге шығып тұру деген сияқты? Жоқ, сурет салу, ондай басқа хоббиім жоқ деп негізі айтыламын. Қатты көп нәрсеге қызыға бермеймін. Түсінікті. Бір сұрақ қоя салайыншы, сізге бірінші кездесуде киноға бару деген нәрсеге қалай қарайсыз негізі? Білмеймін енді, сіздің романтикаңызға қарасам, бірінші кездесуде киноға баратын жігітке ұқсамайсыз негізі. Бұл деген сонда кино дейтін романтика жоққа кеп тұр ма? Жоқ, енді ол бір-біріне үйренісіп болғаннан кейін мүмкін барған дұрыс шығар деп те ойлаймын да. Ал бірінші көзқарас, бірінші таныстық, бір есте қалатындай болса екен деп те ойлаймын да негізі. Қойыңыз. Біз өзіміз киноға бару біз үшін мейрам кәдімгідей. Ол үйдің бәрін жинап, киноға деп кәдімгідей. Сіздің өзіңіздің алғашқы кездесуіңіз кинода өткен сияқты ғой. Соған ренжіп қалған сияқты. Менің бізде карантин болды ғой. Бізде машинада өтетін да бәрі. Жақсы кино, онда мереке болғаны орынды екен. Содан кейін ғой, айттым ғой мерекені. Қатысушылар кішкене көмектесші ма бір. Баласы ханым. Аружан, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді сізге сұрағым жаңа аян енді жаңадан келгеніңіз сәл қобалжып тұрғаны бар деген сияқты. Сіздің соңғы ара қатынасыңыз қашан болды және де не себепті тоқтады? Қандай да бір сабақ алдыңыз сол ара қатынастан? Менде соңғы ара қатынас 1-2 жыл бұрын ғана болған шығар. Одан кейін бір қатты адам баласын сүйіп күйдім деп айта алмаймын. Сол ара қатынастан қандай сабақ алдыңыз? Болашақта мысалға аяның бойынан көрінгісі келмейтін қасиеттер деген сияқты. Осындай болмаса екен, осындай отношениямыз, осындай нәрселер тұрмаса екен деген сияқты сұрақ. Білмеймін, көбінесе еркек баласының әйел азаматымен салғыласуы негізі. Бір-бірін түсініп тұрса, сөйлесу кезінде бір-бірін түсініп, жақсы сөйлесе алатын болса, сол негізі жақсы деп ойлаймын. Иә, қош келдіңіз енді. Мен де сұрағым қоя кетсем, келді. Енді мен ойлаймын, сол ара қатынасын көріп келген болар. Сіз аянның бір мінездері бар. Яғни қыз баласын қатты бір контрольда ұстауы, картаға бірге тіркеуі деген секілді. Соған қалай қарайсыз негізі? Дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Маған қатты қыспақ қалатын, немесе қайда жүрсің, мынаяққа барма, мынандай деген ондай отчет беріп отырған негізі ұнамайды. Әр адамның өмірі, ескерту керек, бірақ та одан сұранып, немесе оған сондай нәрселерді айтып жүру құптамаймын. Негізінде осы орайда айта кетейінші, менде картаға тіркеу деген нәрсе жоқ, ол случайно болып қалған нәрсе біріншіден. Екіншіден, мен ондай қатты қыспаққа алмаймын. Негізінде барынша қызға свобода берем. Тек мені еркек қай кез еркек болады, оны құрметтеп көтеріп қояды ғой осылай. Осындай нәрсе бөлісіпші, осылай. Мен осындай нәрсе істейін деп жатыр едім, қалай қарайсың деген бірақ сұрақ. Қалауы болып тұрма, мен ондай жерден ешқашан қыспаққа алмаймын. Қалауын жасай берсін. Ертең әйелім болғаннан кейін кішкене өзімде басқаша нәрселер сол кезде пайда болады деп ойлаймын. Енді осы орайда айта кетсем, енді бұрынғы отношениясын айтып жатыр ғой. Айданамен болған. Қош келдіңіз, Аружан. Расымен де бұл кісілерде әлі күнге дейін бір сондай көзқарас қалып қалған сияқты. Жаңа да мысалы эфир басталған кезде биледі деген сияқты. Енді сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, ертең күні кім кепіл бұл екі кісінің ортада жүріп бір-бірімен қосылып кетпеуіне? Сіз өзіңізге осы аянды қарата аласыз ба қайтадан? Оған енді мен өзім кепіл бере алмаймын, бірақ та ара қатынасты шымылдап ашқаннан кейін мен бірақ айта аламын, өзіме қарата алатындай қылығым бар деп. Сіз третий лишний боқымайсыз ба? Жоқ, олай ойламаймын.
негізі бар ғой, бағана аялым айтып отыр ғой, шынымен де Аян мен Айданаға бірге жүр ғой. Енді Аружан, қош келдіңіз. Шынымен де қарапсаңыз пысық қыз екенсіз, сөйлегеніңізге қарап, түріңізге қарап айтуға болады. Бірақ та енді бізде ол шынымен соқыр адамға да көрінетін нәрсе деп ойлаймыз біз ше, негізі. Екеуінің әлі де отношениесі тоқтамағаны, әлі де бір-біріне көзқарастары деген сияқты. Еще білесіз ғой, Инстаграм желісінде екеуінің әлі күнге дейін махаббат көзқарастарымен қарап тұрған фото, видеолары әлі күнге дейін тұр. Сізге негізі кедергі тудырмай ма ол нәрсе? Соны мен айта кетейінші, кеше Аян келген кезде айтыпты, егер маған келген қыз айтатын болса, өшір деген сияқты, мен өшірем деген сияқты, әрине деген сияқты. Я егер маған мүмкін сәл жақсы болып жатса, бір-екі таныстықтан кейін, егер маған ұнамайтын болса, мен алдыртап тастай аламын. Ол әңгімеден қашу үшін айтты ол ше, келген кезде қыз айтса, мен өшірем деп ше, ол жерде қатты қыспаққа алынып кетті да Аян. Негізі бұл екеуінің әңгімесі тоқтамайды. Оны саналы қыз ретінде өзіңіз сыртта ойланып келдіңіз, негізі ондай әңгіме болатын. Сіз бәріне де дайын болып келіп тұрсыз. Жақсы, бойшаң, әдемі қыз екенсіз. Астана қаласынан келдім дедіңіз, арнайы Астанадан Аян үшін келдіңіз ба? Және не жұмыс жасайсыз? Сіз модель болып жұмыс жасамайсыз ба негізі? Жоқ, арнайы Аян үшін Астанадан келген жоқпын. Негізі Алматыға келгеніме 1-2 күн ғана болды. Өзім жұмыстарыммен, жұмыс барысымен келген болдым. Талаптарыңды дұрыс тыңдай алмай қалдым, өкінішке орай. Сенде ата-анамен тұру деген талап бар ма? Және сіз Аружан, сіз ата-анамен тұруға қарсы емессіз ба? Жауап бересіз ба? Ата-анамен тұру дегенде, мен үйдің үлкенімін, артында інім бар негізінде. Бірақ мен ойлаймын, басында ата-анамен бірге тұрған дұрыс деп. Бірден кетіп қалса, олардың арасында бір жылулық пайда болмайды деп ойлаймын да, менің анаммен болашақ әйелдің арасында жылулық пайда болмайды. Басында бірге тұрсаң, негізінде қазіргі заман жаман жайлы өзгеріп келе жатыр ғой негізі. Өздері-ақ айтатын сияқты, сіздер бөлек тұра беріңіз, кетіңдерші бір мида шытпай деп. Бар. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Бірақ басында ата-анамен тұру керек. Балсыхан жерде айтып қош келдіңіз, Аружан. Жауап бере салсам. Аружан жауап берсін сосын. Жарайды. Мен негізі Аян, ол сіздің ойыңыз деп ойлаймын, бірақ мен ата-анамен тұруға қарсымын. Біріншіден, енді ол менің ойымша, бұлай мен ойлаймын да, үйден іш құрмау керек деген сияқты қып. Негізі, бірақ мен оның ата-анасын сыйлаймын, ата-анасымен жақсы қарым-қатынаста боламын, бірақ әркім өзінің өмірін жақсылап сүру үшін бөлек кеткені дұрыс шығар деп те құптаймын, негізі солай ойлаймын. Жақсы. Аружан, мына жерде қош келдіңіз. Сізге мына жерде айтып жатыр ғой, барлығы Аян мен Айдананың қарым-қатынасы, көзқарасы әлі бітпеген сияқты деген сияқты ше. Бірақтан мен сізге айтайын, сіз жаңағыдай спокойно отыра беріңіз деп. Себебі мына жерде бірақ нәрсені байқадық. Айдананың Аянға деген сезімінің өшпегенін және де артық қылам деп тұрдық қойып өкініп отқанын көріп отырмыз да. Алайда Аянның Айданаға деген сезімі уже өшкенін байқап отырмыз. Сондықтан да сіз өзіңізге сенімді болып, ары қарай танысты жалғастыра беріңіз дегім келеді. Әрине. Сіздің жауабыңызды және де Айдана неге мұңға батып отыр, бәрін бірге білеміз. Шағын жарнама